Достар, бүгінгі тарих қаржылық тәуелділік пен тәуелсіздіктің арасындағы күрес туралы. Бұл Мөлдір есімді келіннің тарихы. Соңына дейін тыңдаңыз, өйткені мұнда өз ақшаңды бақылаудың қаншалықты маңызды екені туралы үлкен сабақ бар. Мөлдір Атырау қаласында қарапайым отбасында дүниеге келді. Ол колледжде есепші мамандығын алды, содан кейін мұнай компаниясында кіші есепші болып жұмыс істей бастады. 24 жасында ол Асхат есімді жігітпен танысып тұрмыс құрды. Асхаттың анасы Гүлбаршын апай отбасының қаржысын қатаң бақылайтын, дәстүрлі, бірақ өте авторитарлы көзқарастағы әйел болатын. Той өткеннен кейін Мөлдір Асхатпен бірге Гүлбаршын апайдың үлкен үйінде тұратын болды. Алғашқы аптадан бастап Гүлбаршын апай отбасылық қаржы туралы өз қағидасын енгізді. Бұл үйде барлық табыс ортақ қазанға түседі, мен оны басқарамын, әркімге қажеттісін беремін. Мөлдір алғашында бұл жүйені отбасылық ынтымақтастықтың бір түрі ретінде қабылдады. Ол өз жалақысын толығымен Гүлбаршын апайға беруге келісті. Бірінші жылдары Мөлдір өз жеке қажеттіліктері үшін де Гүлбаршын апайдан рұқсат немесе қаражат сұрауға тура келетін. Егер ол жаңа киім немесе косметика сатып алғысы келсе, ол алдымен Гүлбаршын апайға түсіндіруі керек, ал Гүлбаршын апай көбіне бұл қажет емес шығын деп оны бермейтін. Екінші жылы Мөлдір жүкті болды. Осы уақытта оның қаржылық тәуелділігі одан сайын күшейді, себебі ол декреттік демалыста болғандықтан өз жалақысы да болмады. Ол толығымен Гүлбаршын апайдың берген қаражатына тәуелді болды. Гүлбаршын апай бұл қаражатты да өте үнемшіл, кейде тіпті жеткіліксіз мөлшерде беретін. Қызы дүниеге келгеннен кейін Мөлдір баласына қажетті заттарды сатып алу үшін де Гүлбаршын апайдан рұқсат сұрауға мәжбүр болды. Бұл оны қатты қорлайтын, ол өзін толық ересек, дербес адам ретінде емес, тек қаражат сұрайтын бала ретінде сезінетін. Үшінші жылы Мөлдір декреттік демалыстан кейін жұмысына қайта оралды. Бірақ Гүлбаршын апай оның жалақысын әлі де толығымен өз бақылауында ұстауды талап етті. Мөлдірдің жалақысы тікелей Гүлбаршын апайдың банктік картасына түсетін еді, себебі олар бастапқыда отбасылық карта ашқан, оның толық бақылауы Гүлбаршын апайда болатын. Мөлдір бұл жағдайдан қатты қиналды. Ол өз еңбегімен тапқан ақшаны тіпті өзінің қажеттіліктеріне де еркін жұмсай алмайтынын сезінді. Ол Асхатпен бұл мәселені талқылағанда, ол анам отбасының қаржысын жақсы басқарады, оған сен тым артық алаңдама деп жауап беретін. Ол өз анасының бұл жүйесіне толық қарсы шыға алмайтын. Төртінші жылы Мөлдір өзінің қаржылық тәуелсіздігін біртіндеп қалпына келтіру жолын іздей бастады. Ол жұмыстағы әріптесі Сәуленің көмегімен өзіне жеке жасырын банктік шот ашты. Ол өз жалақысының бір бөлігін Гүлбаршын апайға беру алдында осы асырын шотқа аударатын болды. Бұл процесс Мөлдір үшін өте қауіпті әрі психологиялық тұрғыдан қиын еді, себебі ол өз енесінен алғаш рет ашық емес, жасырын түрде әрекет етуге тура келді. Бірақ ол өзінің болашақ тәуелсіздігі үшін бұл қадамды қажет деп есептеді. 5-ші жылы Мөлдір жасырын жинағының арқасында шағын қаражат жинады. Ол бұл қаражатты өзінің болашақ жекесін бастауға немесе қажет болған жағдайда отбасынан тәуелсіз өмір сүруге арналған қауіпсіздік жастығы ретінде қарастырды. Осы уақытта Гүлбаршын апайдың бақылауы одан сайын күшейді. Ол Мөлдірдің әрбір шығынын, тіпті ұсақ-түйек заттарды сатып алуында сұрақ астына алатын, неге бұл затқа осынша ақша жұмсадың деп жиі талап ететін. 6-шы жылы Мөлдірдің денсаулығында мәселе туды. Ол қатты стресс салдарынан ұйқысыздық пен депрессияға жақын жағдаймен күресе бастады. Дәрігер оған психологиялық көмекке жүгінуді ұсынды. Психолог Мөлдірдің жағдайын тыңдап, сіз қаржылық тәуелділіктің салдарынан толық дербестігіңізден айырылғансыз. Бұл сау емес жағдай әрі бұл сіздің психикалық денсаулығыңызға тікелей әсер етеді деп түсіндірді. Осы кеңестен кейін Мөлдір түбегейлі шешім қабылдады. Ол Асхатпен бұл жолы әлдеқайда нақты қатал сөйлесті.
Асхат, мен өз еңбегіммен тапқан ақшаны толық еркін басқарғым келеді. Мен сенің анаңа отбасылық шығынға белгілі бір сома беруге дайынмын. Бірақ мен өз жалақымның толық иесі болуым керек. Егер бұл өзгермесе, мен өз денсаулығым үшін басқа шешім қабылдауға мәжбүр боламын деп нақты айтты. Асхат әйелінің денсаулығының қаншалықты нашарлағанын көріп, алғаш рет өз анасына қарсы нақты позиция көрсетті. Ол Гүлбаршын апайға: ана, Мөлдірдің өз жалақысын толық еркін басқаруға құқығы бар. Бұл жүйе оның денсаулығына зиян тигізіп жатыр. Біз оны өзгертуіміз керек деп ашық айтты. Гүлбаршын апай бұл ұсынысқа қатты қарсы шықты. Мен отбасының қаржысын әрдайым осылай басқардым. Бірақ Асхат бұл жолы шегінбеді. Ол: ана, бұл дәстүр Мөлдірдің денсаулығына зиян тигізіп жатыр. Мен өз әйелімнің денсаулығын кез келген дәстүрден жоғары қоямын деп нақты айтты. Осы қатты позициямен Гүлбаршын апай ақыры көнуге мәжбүр болды. Мөлдір мен Асхат өз жеке банктік шоттарын ашты. Мөлдірдің жалақысы енді толық оның өз бақылауында болды. Ол тек келісілген сомасын отбасылық шығынға арнайтын болды. Осы өзгерістен кейін Мөлдірдің денсаулығы бірте-бірте жақсара бастады. Ол өз қаражатын өз қалауынша жоспарлай алатын болды. Бұл оның психологиялық жеңілдігіне үлкен әсер етті. Ол сондай-ақ өзінің жасырын жинағында Асхатқа ашық түрде көрсетті. Олар бірге отбасылық қаржылық жоспарлауды толығымен ашық, тең дәрежеге жүргізе бастады. Гүлбаршын апай жылдар өте өз бақылаушылық мінезінің тамырында түсінуге тырысты. Ол өзі де жас кезінде күйеуінің қатаң қаржылық бақылауында өмір сүрген. Әрі ол өз кезегінде осы бақылау моделін отбасылық тәртіп ретінде қате қабылдаған. Мен өз тәжірибемді дұрыс емес түрде Мөлдірге таңуға тырыстым. Мен қателестім деп ол кейінірек мойындады. 2007 жылы Мөлдір өзінің жинаған қаражатын пайдаланып, шағын бухгалтерлік консалтинг қызметін ашты. Ол шағын бизнестерге қаржылық есеп жүргізуде көмек көрсете бастады. Оның бизнесі бірте-бірте дами бастады. Ол тіпті бірнеше қызметкер жалдауға дейін жетті. Мен өз жасырын жинағымның арқасында өз ісімді бастай алдым. Бұл жинақ тек ақша емес, бұл менің тәуелсіздігімнің символы болды, дейді Мөлдір. 10 жылдан кейін Мөлдір облыстағы танымал бухгалтерлік консалтинг компаниясының иесі. Ол сондай-ақ әйелдерге арналған қаржылық сауаттылық курстарында өткізеді. Онда ол отбасылық қаржыны әділ, тең дәрежеде басқарудың маңыздылығы туралы айтады. Мен көптеген әйелге өз атына кем дегенде шағын жеке жинақ ашуды кеңес беремін. Бұл күйеуіңізге немесе енеңізге деген сенімсіздік емес, бұл сіздің қаржылық қауіпсіздігіңіздің кепілі, дейді ол. Бір сұхбатында журналист Мөлдірден: сізге ең қиыны не болды деп сұрағанда, ол былай деп жауап берді: ақшаның жетіспеуі емес ең қиыны. Ең қиыны өз еңбегіммен тапқан ақшаны өзіме тиесілі деп сезінбеуім, толық тәуелді болуым еді. Бірақ мен түсіндім, қаржылық тәуелсіздік тіпті отбасылық жағдайда да адамның психологиялық денсаулығы үшін өте маңызды. Достар, Мөлдірдің тарихы бізге маңызды нәрсені үйретеді. Отбасылық қаржыны ортақ басқару дұрыс идея болуы мүмкін. Әр адамның өз еңбегіне кем дегенде ішінара өз бақылауы болуы керек. Егер сіз де қазір қаржылық тәуелділікпен немесе шектен тыс бақылаумен күресіп жатсаңыз, білесіз бе, өз қаржылық тәуелсіздігіңізді қалпына келтіру ешкімге сенімсізді көрсету емес, бұл өз психологиялық денсаулығыңызды қорғау. Видео сізге ұнаса, лайк басып пікір қалдырыңыз, достарыңызбен бөлісіңіз. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз, өйткені алдағы уақытта тағы да көптеген жүрекке жақын тарихтар күтіп тұр. Келесі видеода көріскенше аман болыңыздар, достар. Мөлдірдің тарихына қайта оралайық, себебі мұнда әлі айтылмаған кейбір маңызды сәттер бар. Сәуленің көмегі кездейсоқ болмады, ол өзі де кезінде дәл осындай қаржылық бақылаумен күрескен.
Сол себепті ол мөлдірге жасырын шот ашуда нақты кеңес бере алды. Мен білемін, бұл қадамның қаншалықты қорқынышты, бірақ қаншалықты қажет екенін дейді Сәуле. Асхаттың өз ішкі күресі де маңызды болды. Ол ұзақ жылдар бойы анасының қаржылық жүйесін қалыпты, дұрыс деп қабылдап келген. Тек әйелінің денсаулығының нашарлағанын көргенде, бұл жүйенің қаншалықты зиянды екенін терең түсінді. Мен ақшаны отбасылық сүйіспеншіліктің көрінісі емес, бақылау құралы ретінде пайдалануға болмайтынын түсіндім дейді ол. Осы тарихтың терең мәні мынада: отбасылық қаржыны басқаруда ашықтық, тепе-теңдік маңызды. Бірақ бұл бір адамның екінші адамды толық қаржылық беруі керек. Мөлдір бізге көрсеткендей, қаржылық тәуелсіздік отбасылық ынтымақтастыққа қайшы келмейді, керісінше, ол сау отбасылық қатынастың негізі болалы. Достар, бұл тарихты тыңдағаныңызға көп рахмет. Лайк басып пікір жазып бөлісіңіз. Арнаға жазылыңыз. Келесі бір жүрекке жақын тарихпен көріскенше аман болыңыздар.